мен даже тілім жұтып қалдым. Тіліңді сөйлей алмай қалдың Прямо ба сонда? реально жұтып, кешір мені папам, кешір мені деп бірінші наркоздан шыққанда айта алмай жүрмін. Содан менің даже тілім жүрмей жатыр. Сәлеметсіздер ме? Қазақстандағы соңғы ресми жаңалықтарды бірінші болып білу үшін арнамызға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ал Құралай, енді біз замандаспыз ғой, кәдімгі бір-бірімізге ашық әңгіме айта берейік. Екеуміз де әйел адамбыз, екеуміздің де тағдырымыз бар. Қиыншылықтан өттік. Былай елдің алдында күліп жүргенменен талай қиыншылық, талай шықтық қой. Бірақ соның өзі біз шыңдалып жатыр. Енді шаршаймыз, депрессияға түсеміз, өзің болады ғой, бір жабығасың, шаршайсың. Сол кезде қалай шығасың, не істейсің? Например, природаға шықсам, табиғатқа шықсам, табиғатқа қалай енді бұлақтың қасында отырасың, ойлайсың, бұлақпен бәрі кетеді, жаман ойындар, ойын. Содан, в принципе, табиғатта тоже демаласың. Енді бәрін жібердім деп отырсың, бізде отбасылық мындай көп не болған жоқ деп отырсың, папаңмен әсіресе кітапқа жаздым деп жатсың. Тап қазір елестетші, папаң тірі болса, алдыңда тұрса, не айтар едің? Ой, мен, конечно, ол маған келді ғой, 2 ай бұрын ол келді, перед смертью он пришел. Біз сөйлестік, но мен, бірақ ол диалог болған жоқ, ол монолог болған. Папам айтты көп сөзді, мен айта алмадым. Мына жақта комок болған, мен айта алмадым. Конечно, әрине, көп сөз айту керекпін, конечно, оған. Бірақ мен ойлаймын, ол мені көріп жатыр. Нен істегені, нен істейтін, бәрін қолдап жүр. Содан мен звондайым дегені оған айтам, кешір мені папам, кешір мені деп соны ойладым. И сосын мен уже хабарды алдым. Жоқ деп. Бір жеті мен солай ойладым, звондайым деп. Кешірім сұрайыншы деп. Я. Прямо вот сил не хватило. Күшім жетпеді. Телефонды аламда, сосын айтқым келеді, звондайым деп, айтам деп, кешір деп. И айта алмадым. Но өзім оны қабылдадым, кешірдім деп. Мен операциядан шыққанда, бірінші наркоздан шыққанда, менің желчный камни, өкпе ғой, өкпе, ол ренжу, желчный пузырь, ол ренжу алғанда менде психосоматика. Мен біріншіден не қандай ой келген, мен папаны кешірдім, и мен айту керекпін оны, что кешір мені дегені. Сондай бірінші ойым. Содан операциядан шыққанда бір жеті мен звондайым деп, сосын уже түн болып қалады, қалай түнде звондайым? Жоқ. Сосын таңертең, ертең и хабарды болып алдым. Өзің және айттың, мен жеке өмірім қазір бар, жақсы деп, бақыттым деп айтып кеттің. Енді бізбен бөліссең? Жоқ. Қазір Құралай. Ең бастысы Құралай шын бақытты ғой. Иә, конечно. Әйелге енді керек сол ғой. Ең бастысы. Конечно. Маған даже жұмыс керек емес. Маған балалар аман есен болса, менің мамам қасында болса, и менің жұбайым болды. Бәрі уже мен көргені көрдім, ақшаны білемін, көрдім, и болғаны, и болмағаны, и дүние болғаны, болмағаны, бәрін көрдім, и мен білемін. Тек қана сен бақытты болсан, ол самый ең жақсы нәрсе.